қолдаймын. Әсіресе соның ішінде әкімдер мынау кабинеттерін тастап, жаяу жүру керек. Өкінішке орай, әкімдеріміз мына кабинеттің мынау креслоларына жабысып алған, мынау төңіректе қалада не болып жатқанын білмейді. Мынау Алматы қаласы, Астана, Шымкент, Тараз, Атырау, Ақтау, Оралды қарасаңыздар, шыны керек мынау құрылыстан тұншығып отыр. Заңсыз құрылыс белең алып отыр. Мынау саябақтар, бағбандықтар, бақтардың барлығы, таудың бөктерінің бәрі құрылыс объектілерімен соғып тастаған. Біреу заңды, біреу заңсыз құрылыс. Екі ортада халық митингке шығып отыр. Оны еститін әкім де жоқ. Соның ортасында билікке де күмән қалыптасып отыр. Ал билік деген кім ол? Ол жерде әкімдер. Әкімдер сондықтан да мынау креслоларын тастап, халыққа шығу керек, халықпен кездесу керек. Президентіміз соны үгіттеп, насихаттап отыр. Сондықтан да мен толығымен келісемін. Халықтың ішіне кіріп, халықпен жұмыс жасайды. Ол сондықтан да біз сол әкімдердің құқықты мынау несін қоюымыз керекпіз. Өкінішке орай әкімдіктердегі сыбайлас жемқорлық белең алып кеткен. Заңсыз жерлер беріп отыр, заңсыз құрылысқа тиісті рұқсат құжаттамаларды беріп отыр. Сол сыбайлас жемқорлықтың белең алуының нәтижесінде мынау халықтың билікке деген жаңағы сенімі жоқ. Түсінесіздер ме? Міне бір-бірімен байланысты дүние. Егер де аудан, ауылдық округ, қала әкімі халықпен араласса, халықтың мұң-мұқтажын білсе, халыққа шығып, халықтың мұңы, ауыз су жүйесі бар ма, канализация жүйесі бар ма, жерлер заңсыз беріліп кеткен ба, аяқты құрылыс объектілер заңсыз соғып жатыр ма, соған халық бой көтеріп жатыр, халық тұншығып жатыр, арыз жазып жатыр, соның бәрін халыққа жақындап, сұрап, кездесіп, олардың мұңын ескеретін болса, президент бұны жоғары деңгейде айтпайтын.